Мұрат аға, 3 ай дайындаған еңбегіміз күйіп кетпесін. Бұл Мұрат Абизовты ұстай алмай жүргенімізге 3 жыл болды. Өте скорский. Бірақ бізде бүгін үлкен мүмкіндік бар. Сіз ақшаны өз кабинетінде бермекшісіз. Түсінесіз бе? Ол ешқашанда өз кабинетінде ақша алмаған. Сақтанудың неше түрлі жолдарын біледі. Бірақ бұл жол жағдай басқаша. Жаке, кабинетте ақшаны спокойно беріңіз. Бізге өз қолымен саған маңызды. Бізге сол дәлелдің өзі жетеді. Ол сөйлемеуі мүмкін, жазбаша түрде сөйлесе, айтқан жасаңыз. Данияр, түсіндім. Бұл операция басталғалы құлағыма құйып келе жатсыздар. Уайымдамаңыздар. Парақорларды бірінші рет емес, ұстап беріп отырғанымыз. Іске кірісейік. Все, жігіттер готовы? Все, давайте. Работаем. Мәке, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір, Жомарт мырза. Менің тағы да бір кездесулерім бар еді. Ертерек шаруаға көшсек. Әрине, түсінікті, Мәке. Өткенде жер мәселесі бойынша құжаттар дайын болады деп еді, соны алып кетуге келдім. Біз сіздердің құжаттарыңызды тексере келе ішінен қателіктер табылды. Ол туралы менің хатшым сізге хабар береді. Сол кемшіліктер түзетілгеннен кейін біз оны қайта қарауға жібереміз. Жер көлемі үлкен болғандықтан біз оны бір сенімді компанияға беруіміз керек. Жақсы, Мәке. Амандықта болайық. Сау болыңыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу қызметі Данияр Омаров. Мұрат Абизов, сіз Жомарт Біржановқа жалған құжаттармен жерді иелендіру мақсатында 15 миллион ақша алған үшін біз сізді күдікпен тексеруге мәжбүрміз. Біз сізді орныңыздан қимылдамай отыруыңызды сұраймыз. Мені заң алдына әшкерелемек болғандарың үшін жауап бересіңдер. Алдымен менің ақша алғанымды дәлелдеңіздер. Жомарт Біржанов мырза өзімен бірге алып келген түсініксіз қапшығын қайта өзімен алып кеткен. Біз сіздің рұқсатыңыз мына жерді тексеріп шығамыз. Тәлде беріңіздер. Жігіттер, работайте. Мұрат Абизов, сізге келген Сәбит Мансаповты қайтарайын ба? Жоқ, қайтармайын. Аружан, қызым маған бір шай алып келші. Жақсы аға. Ана кісілер кетпесін. Рахмет, қызым. Ал жігіттер, дәлелдерің болмаса мен жұмысымды жалғастыра берейін. Мемлекеттің шаруасымен маған адамдар келіп тұр. Ал, жігіттер, тұра бересіңдер болса. Өзім жағдайын жинап аламыз. Тәке, мен барым салдым. Оған біреу жеткізіп қойған сияқты. Өйткені алдын ала сақтанып дайындалып отырғандай болды. Ол менен еш күдіктенген жоқ. Әлгі жерде мен басқаша сөйлесем,
ол басқа сценарийге өтер еді. Сондықтан мен сіздердің қойған жоспар бойынша талаптарыңызды орындадым. Жаке, білемін сен кінәң жоқ. Рахмет, барын жасадыңыз. Расында арамызда алдын ала жеткізген бір тоқылдақ бар. Нұрбол? Жаке, рахмет. Аслан? Ау, Жаке. Мына сұмдықты бастық білсе екеумізді басымыз кетеді. Кім деп ойлайсың жеткізген? Асеке, сіз ойлап тұрған адам емес ол. Білесіз ғой, әкесі де сақ, өзі тем более сақ. Бірақ екеу екі түрлі әлемнің адамдар ғой. Самат ондайға барып деп ойламаймын. Миым тығырыққа тірелгеннен кейін күдікті Саматтан іздедім. Басеке, ол Самат бұл операция туралы мүлде білмейді. Біреу жеткізді дегеннің өзінде ондайға баратын адам емес ол. Білесіз ғой, досы да жоқ, сырын бір ашылып айтатын адам да жоқ қой. Шынымды айтсам, жаныма жете ол жігітке. Тым керемет мама. Әкесі ғой өмірін кері қайтарып отқан. Жақсы, Аслан, жұмыс істей беріңдер. Жақсы. Кейін барам. Түсіндім. Ал жігіттер, тағы 1 миллиондар құтты болсын. Баспен келген. Байды, мұны ақшаларды долларға айырбастап кел. Айырбастап мүмкін бұл қаладан таңдама. Қарағанды, немесе Қызылорда. Тіпті болмаса Шымкенттен айырбастап кел. Басеке, мынау купюраларда белгі бар ғой. Ана айырбастау пунктінде ультрафиолетпен тексерсе не істеймін? Інім, сен бұл купюралармен бармайсың. Басқа қалаға барасың да, банкомат арқылы бірнеше счетқа мына ақшалардың бәрін тарат тасайсың. Банкомат есіңде болсын, белгіленген ақшаны көрмейді. Сосын мына карталарға түскен ақшаның бәрін жинап шешіп аласың да, 2-3 адамға бөліп тарат бересің. Олар басқа айырбастау пунктіне барады да, доллар сатып алады, түсіндің бе? Ё-моё, Мәке! Сода қиын ба? Менің басыма қалай келмеген ма? Өте логичный схема мынау. Енді мен саған 1 апта ғана уақыт беремін. Дәл қазір көлігіңмен шығып кетті. Түсіндің бе? Жаке, қайғы. Өткендегі шаруа не болды? Болады. Мен түсінбеймін. Басеке, қалай болады? кешірім сұраймын. Біз кете берейік онда. Жүре беріңдер, жолдарыңыз. Жақсы. Болады деймін ойын. Қалай болады? Самат, қалайсың? Жақсы? Степлерін бере тұршы. Степлер. Все. Әке, айналаңа қараш. Сен бола, есік қақпай кіретін Сұрағыма жауап берші. Ал, қарадым. Не көріп тұрсың? Не көріп тұрсың мына жерден? Маған түсінбейтін қабырға. Соңға үлгімен жасалған аспаз бөлмесі, миллион тұратын телевизор, іші етке толған морозильник, іші дәмді асқа толған холодильник, сұлу тоқалымды көріп тұрмын. Ал, не болды? Не болды? Осы байлықтың барлығы бір аспаз бөлмесінде. Мына үйде 9 бөлме бар. Әрқайсысына 9 миллионнан кем салынбаған. Сыртта 5-6 көлік, бастарыңа. Ана итің 5 адамнан артық тамақ жеді. Мына қыз жасы менен кіші, сен тоқалың. Жақсы. Керемет емес пе?
Әке, одан артық не керек саған? Тоймадың ба? Қашан жей бересің, а? Әке, білесіз бе? Бос жатқан 4 қабырғаға жете алмай жүрген қаншама отбасы бар. Алайда олар сізге қарағанда адал еңбек етіп жүр. Мына басыңа іс түскен кезде, мына мен балаң жұмыссыз қалып кетеді-ау деген түсінік жоқ ау сізде. Түсінбейтін сен! Не үшін кіргізгенімді сен әлі күнге дейін түсінбей жүрсің. Сендердің аяқ қолдарыңды жерге тигізбей, асырап жүрген әкеңді қорғау үшін мен өз жанымды отқа салып, асырап келем сендерді. Еш қиындық көрген жоқсың. Осы шешең екеуіңе ештеңке жақпайды екен осы. Иә, оған ұнамайды. Арамы табыспен табылған ақша оған ұнамайды, әке. Ол Құдайдан қорқады, адамдардан ұялады. Осы әке, білесіз бе, мен тексіз әкенің ұлындай сезінем. Өйткені олар біледі, Саматтың әкесі кім екенін, міне. Мен жұмыста абыройсыз қызметкермін. Сіз білесіз бе, олар мен не үшін ұстап отырғанын? Мен жай ғана өз жұмысында тиянақты жасаған үшін ғана. Онда әкеңді ұстап бер. Сотта әкеңді. Мемлекеттің бюджетіне жаның ашса, соттат! Ай, әке, мемлекеттің қатысы жоқ қой бұл жерде. Мәселе білесіз бе неде? Мына сіз сияқты парақор, пара бергендер мен пара алғандардың кесірінен қаншама отбасының, қаншама тағдырдың бұзылуында. Есіңізде болсын, қылмыс болған жерде міндетті түрде бір адам зардап шегеді, міндетті түрде. Ал ең жаманы, ол адамдар саған жау емес. Сен оларды мүлдем танымайсың да. Алдыңа келген арам табыстың артынан қандай дүние жатқанын білмейсің, түсінбейсің. Әке, өтініш сұранам, әкешім. Доғарш. Әлде кеш емес, уақыт бар. Сенің отырған керемет табыста оққан орның сенің немереңе, шөбереңе жетеді. Мен уайымдамаңыз, мен өз адал тапқан еңбегімен өмір сүре беремін. Ал немерелеріңізші. Немерелеріңіз тура мен сияқты шалқып, балалық шағы мықты болып өтсін десеңіз, онда байқаңыз, олар тура сіз сияқты арам ақшаға құмар болып кетуі мүмкін. Ал мен өз балаларымды арамы табыспен ақша табуды үйретпеймін, олай тәрбиелемеймін. Өйткені маған ондай ұрпақ керек емес. Балам, сенің шешең менен кеткен күннен бастап, мен оған көмектеспеймін. Өйткені өзінің қалауы солай. Егер сен де соны қаласаң, онда өзің біл. Әке, шешем де, мен де сенің ақшаңсыз өмір сүріп жүрміз. Есіңде болсын, сенің ақшаңсыз. Сәке, қалайсың, Сәке? О, Аслан, қалай болдың? Денсаулық қалай? Жақсы. Аман сенсіңдер. Сәке, бір өтінішпен келіп тұрмын. Иә, айта бер. Басекең бір жұмыс тапсырған ғой. Мен жұмыс істеп жүріп, мамканың туған күні екенін ұмытып кеттім. Бүгінге сол балаларын жинап отыр үйге. Дәл қазір шығып кетпесем үлгермейін деп тұрмын. Білесің ғой, батяда әскери тартып, әлі күнге дейін байыстайды ғой бізді. Дұрыс қой, біріншіден. Анашымыздың туған күні құтты болсын, көп жасасын. Рахмет. Не шаруа, что там? Бір аса қатты маңызды емес, былай тексеру керек болып тұр. Мына орталық мешітте бір алаяқ қайыршылар көбейіп кетті. Ана имамдармен өз дойлаларымен бөліседі деген бір анық емес ақпарат болып тұр. Соны анықтау керек болып тұр, Сәке. Жетпеген енді сол мұқтаж адамдарды аңдаймыз ба? Жоқ, Сәке. Ол мәселе мұқтаж адамдарда болып тұрған жоқ қой. Солардың қалтасына қол соғатын адамдарда болып тұр ғой, Сәке. Болды, Сәке, сендім өзіңізге. Басекең расходник беріп қойған. Осыны жұмсай бересіз ғой. Болды, Сәке, рахмет. Хорошо, кеттім мен. Жақсы, аман есен барып қайт. Запись. Күдік. Опрос.
12.04.2024. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мінекейіңіз. Алыңыз. Алла разы болсын. Иә, оқасы жоқ. Керегіңіз жартасыз. Мен осы мешітке келіп жүретін жамағатпын. Жиі келіп жүргеннен кейін бұрын соңды сіздерді көрмегем. Қашаннан бері мұнда келіп жүрсіздер. Жалпы қандай жағдаймен мұндайға тап болдыңыздар? Кешіресіз. Егер ыңғайсыз сұрақ қойсам, айып етпеңіз. Сау болыңыз. Жоқ. Сіздің еш кінәңіз жоқ. Тек осы күнге дейін біздің мұндай жағдайға келуіміздің себебін ешкім сұрамаған еді. Содан ғой. Сол себебін білгім келіп тұр, айып етпесеңіз. Біз адамдар қайыр сұраған жандардың мұндай күйге не себепті түскенін білмейміз. Түсінгіміз де келмейді. Олар бір туғаннан осындай жағдай жоқ отбасында дүниеге келген сияқты. Сенесіз бе? Бұрын мен де солай ойлаушы едім. Қазір енді бәрін түсіндім. Ешкім мұндай жағдайға өз еркімен келмейді. Бәз біреулердің жасаған қиянатынан зардап шеккеннен келеді. Мен тағы кешірім сұраймын. Мен түсінген бойынша сізге біреу қиянат жасаған. Сол қиянат жасаған адам кімдер, білесіз бе? Осыдан 5 жыл бұрын күйеуіме ауылдан қалаға көшейікші деп әбден мазасын алып, ақыры көндірдім. Сондағы ойым, бала шағамыз әйтеуір қаланың мектебіне барса, сонда өз қолымызда тұрып жоғарғы оқу орнына түссе деп армандайтын. Бәрі жап-жақсы еді. Малымызды, мүлкімізді, үйімізді сатып көшіп келдік. Судай жаңа пәтерден үй алдық. Бірнеше уақыттан кейін сол үйдің қабырғалары жарыла бастады. Көрші қолаң арыз жазды, әйтеуір соған жауапты компанияны шақыртты. Олар да бірдеңе қылғандай болып кетті әйтеуір. Бір күні болмашы бір жер сілкінісінен кейін сол көп қабатты үйіміз қирап қалды. Ажал айтып келмейді деген сол екен. Менің де жолдасым сол қираған ғимараттың астында қалды. Мына балалар, менің көршімнің балалары әке-шешеден бірдей айырылды. Сонда сіздерге әлгі компания жаңа пәтерден сыйлаған жоқ па? Менің естуімше барлық отбасыларға жаңа пәтер сыйлап, ал қаза тапқан отбасыларға үлкен сомада ақша берді деп естігенем. Сен де жалған ақпараттарға сеніп жүргендердің қатарынан екенсің ғой. Иә, тұрғындардың 80%-ы туыстарын, таныстарын салды. Телеарнаны шақыртты, әйтеуір көрген зардабының өтемақысын алды. Мына жетім қалған көршілердің балаларын алып, анда да бардық, мында да бардық. Мұрат Абизов деген есігін сығалап жүріп, әйтеуір жатақханадан бір бөлмені әрең алдық. Оның өзінде жарық пен суын өзіміз төлейміз. Жағдайымыз келмегеннен кейін осылай мешіттің алдында жұрттан көмек сұрап отырғанымыз. Өзіңіздің ұлдарыңыз бар ма? Иә, 2 ұлым бар. Олар аман ба? Ол екеуі де мектептен шығып жұмыс жасап жүр. Басқа амал жоқ. Яғни мектеп оқымайды. Өкінішке орай. Сізге сабыр берсін. Мұрат Абизов. Сол соқты дейсіз бе? Балалар, ал сендер уайымдамаңдар. Мен сендерге көмектесетін адамдар тауып беремін. Мінекей, мен сендерге бір осындай сыйлығым бар. Ой, рахмет. Иә. Бәрекелді. Алла разы болсын. Тәтелеріңе рахмет айтып жүріңдер. Өскенде кім боласың, балақай? Мен өскенде сапалы үй салатын құрылысшы боламын. Бәрекелді. Құламайтын үйлер саласың, иә? Ал сен, балақай? Ал мен өскенде полицей қызметкері боламын. Сапасыз үй салуға рұқсат берген Мұрат сияқты қылмыскерлерді соттайтын боламын.
Дұрыс. Қылмыскерлерді жазалау керек, жауапқа тарту керек, иә? Мен сендерге сенем. Рахмет сізге жауабыңызға. Сізге де рахмет. Аман болыңыздар. Мен әлі келем. Ренжімеңіздер. Алла разы болсын. Мұрат Абизовтың қылмыстарынан зардап шеккен қала тұрғындардың арыздары неге аяғына дейін қаралмаған? Құрылыс па, қылмыс па? Панасыз қалған отбасылар санасыз жемқорды кінәлайды. Қолға түспейтін ұры торға түспейді. 200 миллион 200-дің қалтасына кетті. Абизовтың тас жол салғаны 10 адамның жансыз қалғаны. О, Әке. Жайғасыншы. Серьезно? Так точно? Самат, расында, заң аясында өз әкені тоқтатуға дайынсың ба? Заң бәріне бір дейді, әке. Олай болса, бұл операция тікелей сенің қатысуыңмен өтеді. Принято. Самат, бұл жолы әкең қомақты ақшаны алып, өзі бермекші. Яғни ол екі жақтың келісімен қомақты суманы алмақшы. Алайда біздің білетін ақпаратшы бойынша пара беруші тарап 3 ай ішінде керекті соманы дайындайтын болып тұр. Сені ашық түрде жұмыстан шығаратын болсақ, оған ол ақпарат жетеді. Сенің бізге және оған деген өкпен қара қазанда екенін білдіруің қажет. Онымен қоса, сен қысқанда жинаған қорына бизнес бастайсың. Ал біз сол сәттерде қосымша операция жүргіземіз. Мұрат ол жерде міндет түрде шешуші рөлді атқаратын болады. Сол кездесуде сатқын бар екенін сен жеткізіп, басқа жолын тауып ұсынасың. Сенің жоспарын орындалып, сол сәттен әкенің сеніміне толық кіресің. Бірақ ол екеулердің араларындағы байланыс жоқ екенін елге ашық көрсетіп жүресіңдер. Ондай ұзақ жоспарлар Мұратқа сөзсіз ұнайды. Бұл біздің басты мақсатымыз. Бала мен әкесінің арасындағы байланысты нығайту 100% сенім кіргенде, сол 3 айдан соң жоғарыда айтылған үлкен келісім операция бірнеше айларға созылып қалады. Сол сәтте ол өзі саған ұсынады. Арасында сен айналаны тазалап кездесу мен ақшаны қабылдау процесін өзің қабылдап аласың. Ол жерде тіпті Мұратта болмайды. Алайда екеуінің одан алдыңғы кездесулерін толық бейне бақылауға жазылып, сол біздің басты мәліметіміз болады. Әке, жайғасыңыз. О! Міне. Барлық сума өшірді, әке. Толығымен. Енді сіз асықпай отырып, маған мен білмей жүрген схеманы түсіндіріп беріңізші. Мына ақшаны қалай біз шотқа түсіреміз, мына ақшаны? Ой, ол жағына қорқпа. Менде 10 түрлі топқа жіберетін адамдардың банк картасы бар. Оларға біз 1% рахметімізді айтамыз. Олар банкоматтар арқылы сол 10 түрлі адам барлық суманы шотқа аударады. Соның бәрін шешіп аламыз да, біз долларға айландырамыз. Ары қарай шетелдегі депозитімізге сала береміз. Мынандай суманы мен иеленем деп ешқашан ойламаппын. Әке, мен қателесіппін. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Мұрат Абизов, сізді үлкен көлемде пара алғаныңыз үшін өткен шақта қаншама ақша алған схемаларыңызды жария етіп мойындағаныңыз үшін біз соттың алдында дәлелдей аламыз. Мұнда видеофиксация және әріптесіміз Самат Абизовтың аудио жазба фиксация арқылы заң алдында жауап бересіз. Ей бала, сен өзіңді тірі жетім еттің ау. Әке, сіз сотталмасаңыз, бір жетім емес, мына қалада талай жетім пайда болу әбден мүмкін еді. Қорлық түбі қорлық. Все, жігіттер, работай.